Сәлем достар, бүгінгі көрсетілімнен көретіндеріңіз. Жұрт, Ерке Есмаханды инстадағы кезекті сурет үшін жерден алып жерге салды. Ақбота Сейтмағамбетова сәбиін өмірге әкелуге дайындалып жүр. Төреғали Төрәлі өзінің заңды жобайын көрсетті. Желіде Баян Мақсатқызы мен Тұрсын Алагөзовтың айырылысқаны жайлы қауес сет өрбіді. Астудия тобы Батырхан Шүкеновтың құрметіне өткізілетін кешке қатысудан бас тартты. Димаш француздарды талантымен таң қалдырды. 91 тобы жайлы фильмнің түсірілімі аяқталды. Әнші Бүркіт кино саласына бет бұрды. Көптің сүйікті әншісі Жазира Байырбекова аяғын сындырып алды. Баян Есентаева қазақ елінде кешуге жететін топтың жоқ екенін айтты. Еркенің жаңа суретін жұрт желіде сынап тастады. Олар әншінің денесіне жабысқан көйлегі, оның тәнінің бүге-шүгесіне дейін көрсетіп тұрғанын айтып, қазақ қызына мұндайдың жараспайтынын ескертті. Бұдан алдын Ерке өз оқырмандарын өзінің болашақ жарына қатысты сөз айтып күлдірткен болатын. Ол екеуінің суретін астына менің кішкентай ханзадам, үлкен ханзадам қайда жүр екен, бар болсаң тезірек келсейші, ырваңдамай деп жазды әнші. Соңғы уақыттарда кешуй тобының бұрынғы әншісі Ақбота Сейтмағамбет пен шоумен Дәурен Айдарқұлов жайлы өсектер саябырсыды. Қазір де ғашықтар бірге уақыт өткізіп, Инстаграм парақшасына бірге түскен суреттерін жариялайды. Ақбота әрқашан өмірінде болып жатқан оқиғаларды оқырмандарымен бөлісіп отырады. Ол өте көңілді және комментте өзін жазғырып жамандап жатқан адамдарды елемеуге тырысады. Әнші қазір дүкенге барып, болашақ сәбиге және босануға қажетті заттарды сатып алып жүр. Мұны инста парақшаға салып суреттерінен байқауға болады. Бұйыртса Ақбота мен Дәурен жазда ата-ана болады. Инста парақшалардың бірінде Төреғалидың жарымен түскен суреті жарияланды. Суретке қарап әншінің фанаттары әйелінің аяғы ауыр деп болжады. Төреғалидың отбасын құрған жайлы әңгіме 2014 жылдан бері айтылып келеді. Бірақ әнші отбасы мен жеке өмірі жайлы әзірге тіс жармай келеді. Отандық шоу-бизнестегі ең көп талқыланатын шулы жұп Баян Мақсатқызы мен Тұрсын Алагөзов жұптар арасында бірге көрінуді сиретті. Ғашықтар бірге түскен суреттерін жарияламайтын болды, ал алдын жарияланған суреттерді өшіріп тастады. Тұрсынның ең соңғы суреті той көйлегін киіп тұрған Баянның суреті болатын. Бірақ біршама уақыттан соң ол суретті өшіріп тастады. Мұның бәрі жай ғана қауесет болуы да мүмкін. Қазірше жұп бұл жайлы өз пікірін айтпады. Мамыр айында Шүкенов атындағы қордың ұйымдастыруымен Батырхан Шүкеновты еске алу кеші өтеді. Бірақ алдын Батырхан құрамда болған Астудия тобы бұл кешке қатысудан бас тартып отыр. Биыл музыканттың 55 жылдығына арналған концерт өтеді. Қор директоры Олжас Байқанов Астудия тобына хабарласқан, бірақ топ мүшелері концерт өткізілетін уақытта топтың ақшта шаруалар бар екендігін жеткізген. Аталмыш кештен кейін Шүкенов атындағы қор әншінің 3 бірдей альбомын жарыққа шығармақ. Қазақтың жарық жұлдызы Димаш Құдайберген Франция 2 француз телеканалының танымал шоуына шақырылды. Димаш Еуропаның ең атақты Ленни Ис Бонху шоуының құрметті қонағы болып өнер көрсетеді. Көптеген әлемдік деңгейдегі жұлдыздар жарқырайтын шоу Франция уақытымен 6 мамыр күні 20:55-те басталады. Астана уақытымен 7 мамыр 1:55-те. Бұл жайлы әншінің пиар директоры Алпамыс Шаримов хабарлады. Димаштың қандай ән орындайтыны әлі белгісіз. Шоудың видео анонсына қараса, тыңдармандар Димашқа тік тұрып қол соққан. Біздің әншінің оларды таңдай қақтырғанын осыдан ақ білуге болады. Жастардың сүйікті тобы 91 тобы жайлы биографиялық фильм түсірілімі аяқталды. Бұл жайлы Әсел Садуақасова хабарлады. Фильм үшін Ерболат Беделхан, Әсел Садуақасова, Асқар Ұзабаевты атсалысты. Таспада 91 тобының өнері жайлы, жігіттердің жолда болған кедергілер мен басынан өткен оқиғалар жайлы кадрлер бар. Режиссердің айтуынша фильм көрермендерге осы жылдың күз мезгілінде ұсынылады. Көптің көз айымы әнші Бүркіт өзін режиссер ретінде сынап көрмек. Әнші өзінің алғашқы фильмін «Заложники» деп атаған. Инста парақшасында фильм түсірілімнен алынған видеоларды жариялауда. Белгілі әнші Жазира Байырбекованың баспалдақтан құлап аяғын сындырып алған белгілі болды. Бірақ әнші бұған қатты қайғырып отырмай, Алланың өзін ұмыт қалдырмағанына қуанғанын айтып, Алланың мейірімі шексіз деді. Өз тыңдармандарынан уайымдамауды сұрап, тез жазылып кететінін жеткізді. Әншінің оқырмандары тезірек жазылып кетуін тілейтін жазып жатыр.
Баян Мақсат қызы Кеш тобын Аюми және 91 топтармен салыстырған тыңдармандары сөгіп тастады. Топтардың деңгейі мүлдем басқа екенін, тіпті продюсерлерінің де әртүрлі адамдар екенін айтты. Кеш тобын қыздар тобының арасындағы ең шоқтығы биік топ екенін, ең биік тұғырды ешкімге бермейтіндерін жеткізді. Бүгінге осы жаңалықтарымыз қызықтырса лайк басып, өз пікіріңді қалдыра отыр. Арнамызға жазылуды ұмытпа. Ең жұлдызды жаңалықтар бізде.